Саламатсыздар ма, Шыншыл кино арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін біз сіздерге «Қайдасың бауырым, о где же ты, брат» атты ағайынды Коуэндердің ғажайып фильмін ұсынамыз. Бұл фильм 3 кейіпкер туралы. Олар түрмеден қашып, жасырып қойған қазынаны іздеуге бармақшы болады. Бірақ жолда көптеген қызықты оқиғаларға тап болып, өздерінің межелеріне жете алмай кетеді. Road movie жанрында түсірілген бұл фильм Американың 30-шы жылдардағы оқиғаларын айтады. Фильм 2000 жылы түсірілгенімен, сол заманның атмосферасын керемет бере білген, және актерлар да керемет жасақталған. Фильм комедия. Комедиялық ситуациялар фильмге әр береді, және тапжылмай көріп шығатыныңызға сөз беремін. Фильм ең алғашқы рет спецификалық технологияларды пайдаланған. 2000 жылы ең алғаш рет Голливудта ғажайып осындай технологиялық инновациялық жаңашылдық енгізілген еді. Соны ағайынды Коуэндер өздерінің фильмінде пайдаланады. Өте үлкен махаббатпен жасалған бұл фильмді көріп отырып, Америкадағы ұлы депрессияның жағдайларын көресіздер. Және фильм мюзиклдың элементтері бар. Және фильмдегі қолданылған көліктердің барлығы да сол заманда адамдар шынайы пайдаланған көліктер. Джордж Клуни өзінің кейіпкерінің рөлін керемет сомдайды. Бүкіл киім детальдарға дейін 30-шы жылдарды беріп, сол жылдардағы кинотеатрды да, сол жылдардағы адамдардың түсінігінде әйелдерге деген көзқарасты әсіресе фильмнен керемет байқайсыз. Бұл фильмде феминизм және сексизм тақырыптары жақсы көрсетілген. Америкалықтарда бірден феминистер, бірден демократтар болған жоқ. Олар да келе-келе қалыптасқан секілді. Бұл жақтың түрмесі де өзі біртүрлі. Бұлар оңай қашып шығады, оңай ұсталып қалады, және оңай тағы да қашып шығады. Осылайша фильм жалғасын таба береді. Фильмді көріп отырып, ғажайып бір көңіл күйге тап боласыз. Динамикаға толы, актерлар да, оқиғалар да, драматургия да керемет пайдаланылған. Мына бір сахнасы өте ғажап. Үшеуі кісендеулі және қашып шыққан. Сонымен бұлар құтылуға жете алмай кетеді. Фильмді көру барысында ғажайып бір сезімдерге тап болатындарыңызға сөз беремін. Осы видео ұнаса, маған лайк басып, пікір жазып, және каналыма жазылып қолдау білдіріп қойыңыздар. Мен баршаңызды дұғамда ұстаймын. Дұға тілеймін сіздер үшін. Рахмет, сау болыңыздар. Және ең соңында мына бір музыканы тыңдай кетіңіздер демекпін. Қазір басталады.